Біз үшін үйреншікті көрінетін жай ғана бір күн, біреулер үшін маңдай термен тынымсыз еңбектің күні. Сол жандардың аты жиі атала бермейді, бірақ олардың қолтаңбасы әр үйде, әр көшеде бар. Олар таңмен таласып оянып, қаланың тынысын тірілтетін еңбек адамдары. Әр қимылы жауапкершілік, әр ісі адалдықтың үлгісі. Таң бозынан тұрып жұмысқа қамданған бұл жандар Байбол мен Айбол. Атына қарап егіз екен деп қалмаңыз. Олар әке мен бала. Елорда көшелерін таптинақтай жинап, қаланың көркі үшін аянбай түйір төгіп жүр. Байбол Қалтаев баласын өзі шақырған көрінеді. Себебі бірге жүру анағұрлым тиімдірек. 2023 жылы Астанаға келдік. Объявление оқып, Астана тазалыққа шопыр керек. Осы жаққа көшіп келген үй алғаннан кейін бұны шақырып алып, қасыма жұмысқа кіргіздім. Басшылармен, тексеріммен, ұйғарыммен. Енді бір жерде істеген жақсы ғой, ұйымшылдық, ауызбіршілік болған. Ал Айбол әкесінің шақыруын ойланбастан қабылдаған. Өзіне үлгі болған жанмен иық тіресе жұмыс істеу ол үшін мақтаныш. Екеуінің арасында тек отбасы жылуы ғана емес, еңбекке деген ортақ құрмет те бар. Әкесінің қасында көп нәрсені үйреніп жүр екен. Әсіресе ауыр жүк көлігі жол үстінде сыр берсе, бір-бірімізге көмектесіп, техника тілін табуға тырысамыз дейді. Осы Астанаға келгеннен бері, осы әкем бірінші келді бұл жерге. Келді да, балам кел қасыма. Бірге жұмыс істесейік. Кел дегенеймін. Бірге істеген, конечно, өзім әкем қасында, көз алдында жүрген өзіме жақсы. Бірге істесіп, мен бұзылып қалсам, о кісіден ақыл сұраймын. О кісі бұзылып қалса, менен ақыл сұрайды. Бір-бірімізді ақыл сұрап, көмек береміз. Астананың тұрғындарына айтарым, Астана таза ұстауына сұраймыз. Қос қызметкерге айналасындағы әріптестерінің құрметі шексіз. Әсіресе екеуінің арасындағы ауызбіршілік, үндестік пен еңбекке деген шынайы ықыласты өздеріне үлгі етеді. Қаланың тазалығы үшін күннің ыстығында жел мен жаңбырына қарамастан бірлесе жұмыс істеп жүрген отбасы мүшелерінің еңбекқорлығына сүйсініп, ерекше бағалайды екен. Айбол 2024-тен бері істеп жатыр. Тамыз айынан бастап осы Астана тазалық мекемесіне жұмысқа тұрды. Бір-біріне кедергі вообще жасамайды. Наоборот, бізге жақсы, олар осылай семьямен жұмыс жасаған, тем более жауапкершіліктері мол, достардың арасында, әріптестердің арасында өз сыйластығы мол. Келгенінен бастап бәрін айналасынан жаулап алды. Қасындағы жігіттер бәрі тек жақсы сипаттармен береді. Әріптестерінің пікіріне бостанып болады да қосылады. Ол Байбол Қалтаевты бірнеше жылдан бері жақсы таниды. Айтуынша жас буынға үлгі көрсететін маманның бірі. 23 жылдан бастап жұмыс жасайды. Бірінші кіргенде самосвал техникасында істеді, бір жылдай. Одан кейін ПМ техникасына ауысты. Былай Байбол аға бізде жұмыста енді жақсы маман деп ойлаймын. Бәріне үлкен кісі, жастарға үлгі көрсетеді, ісіне адал. Жұмысқа уақытында келеді, уақытында кетеді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, осылай бірлігі жарасып, маңдай терінің жемісін жеп жүрген Байбол мен Айболдай азаматтар аз емес. Халықтың игілігі үшін аянбай еңбек ететін мұндай жандар көпке үлгі бола бермек. Аружан Шардарбек, Айтжан Отызбаев, Еуразия бірінші арнасы.